Сәлеметсіздер ме көрермен қауым? Мұхтар Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясының бірінші кітабы. Сіздердің назарларыңызға қайтқанда бөліміне үзінді ұсынамыз. Бұл тарауда Абай оқуын аяқтап ауылына қайтады. Оны алып келу үшін әкесі Құнанбай қалаға өзінің көмекшілері Байтас пен Жұмабай деген адамдарды жібереді. Үшеуі күліп ойнап ауылға жетеді. Абай асығып аттан түсіп, шешелері тұрған топқа жүре бергенде, Ұлжан оған анадайдан тұрып, «Балам-ау, әуелі ар жағында әкең тұр» деп әкесіне барып сәлем бергені жөн екенін айтады. Әкесімен хал сұрасқан соң, Абай шешелеріне жеткенше жол-жөнекей ауыл адамдары оны кезек-кезек сүйіп, құшақтап, мәре-сәре болып қарсы алады. Ұлжан ұлын сүймеді, тек құшақтап маңдайını иіскеді де әжесіне қарай жіберді. Әжесі Зере маған емес, бірінші әкеңе барын деп бір ұрысты да, немересі құшағына кіргенде құлыншағым деп кеңсеңдеп алады да құшақтасқан бойы үлкен үйге кіреді. Шешелері бұған біресе қымыз, біресе тоңазыған ет, біресе шай ұсынып тықпалай берсе де, баланың бойына ас батпады. Жөндеп ішкен де жоқ. Күні бойы аштығы да ұмытылған сияқты. Ас бере отырып, бойлары үйреніскен сайын шеше жеңгелері баладан: «Оқып болдың ба? Молда болдың ба? Елді сағындың ба? Кімді сағындың?» Оспан қайда? Ол қайда жүр? Жүр дағы жынды неме. Бүгін осында маза бермеген соң әжең екеуміз қуып шыққанбыз. Не деді? Не деп жатсыздар? Естімедім. Әже-ау, былтыр мұнда емес ең. Құлағына не болған? Неге естімейсің? Балама ішінде көз кеуде болмаса, не сымбат қалды? Жазыла ма өзі? Емдесе қайтеді? Үшкерсе кеуде ашып қалады, үшкерге жығады. Иә, үшкірсе. Мына балан молда болып келді ғой, үшкірт балана. Үшкірсін, баласы үшкіріп берсін. Сорлы кәрінің көңіліне ол да болса демеу ғой. Сүф. Шады бостырғай көде нықтап, басасын аяғында нықтап. Кәрі әжем естімейді, нана берсін, берейін өлен мен шынышықтап. Сүф. Қалай, құлағын ашылды ма? Жақсы боп қалды. Өркені нұсын балам.